Ана 16 қабатқа көтеріліп бара жатырмыз. 18, 19, 20 қабатқа дейін кете береді екен. Міне мынау ашық бассейн, жабық бассейн де бар. Жаты кішігірім бар екен. Спа дейді. Достар, Иорданияның Акаба қаласына келіп тоқтадық. Мынау біздің алып кемеміз 16-18 қабаттық, жоғары есептегенде 20 қабатқа дейін жетіп қалу керек. Бассейндерін есептегенде. Мынау енді шлюпка деп айтуға келем екен. Құтқарушы кішкентай кемелер деп айтайықшы. Біреуіне 150 адам сияды екен құдай бетін арасында. Енді аварийный ситуация болатын болса. Ары бетінде де сондай. Алла жар болсын. Әділет Сәкенұлы, ұнап жатыр ма? Жақсы адамлардан сөз ереді, жаман адамлардан шөбереді деген. Сен оның бәріне ойлама. Сен де ол өз істеп алса сол адам. Соны түсінбейді ғой. Көп адам түсінбейді. Жаманнан жақсы туса да, жақсынан жаман туса да, тартпай қоймас негізгі дейді. Болсын тегі, болмысы, тәрбиесі. Ал мен кірдім. Кіріңіз апа, шамал аяғыңызды демалдырбаңыз. Қазір қаншадасыз? 85. 85-те менің анаммен былайша айтқанда жасты, анам 86-ға келді. Есте сақтау қабілетіңіз, тісіңіздің бүтіндігі, ойлау қабілетіңіз, санаңыз, ой өрісіңіз, денсаулығыңыз барлық орында жүзіңізден нұр төгіліп тұр. Неден де тұрған кезде сыры Құранда дейді. Айтыңыздар, Аллаға мың шүкір. Шынында намаз оқыған, Құран оқыған адамның есте сақтау қабілеті мықты болады, алжымайды деген рас. Аман болыңыз. Кісіге жақсылық істейміз. Кісіге жақсылық істей беру керек. Бәрін кешіре білу керек. Бізге спорт салды. Excellent. Монголияның қыздар екен. Бишамды қайырды. Иә, кешке цирк қояды екен. Құдай қаласа қойылымға барамыз. Аль-Кадай компаниясы ұсынған қара зере майын тастамай әлемнің түкпір-түкпірін аралап келе жатыр. Құдайға шүкір 23 мемлекетке таралып үлгерген біздің отандық өніміміз көпшіліктің батасын алып разылығына бөленіп келе жатырмыз. Қара зере енді адамзаттың асыл пайғамбар саллаллаху өсиет етіп кеткен дәрунені. Алла тағала мықты денсаулық берсін, әлемді аралап жүруді нәсіп етсін. Амангелді қажы айтпақшы, жалпы саяхаттаңдар деп пайғамбар саллаллаху айтқанда, саяхаттауда адамның өмірін ұзартады, ризық несімен молаяды деген хадисі бар екен. Ендеше әлемді аралап жүруді, жүрегіміздің тыныштықта болуын нәсіп етсін деп тілеймін. Қаншама ата әжелерді көріп риза болып жатырмын. Аман болайық, бісміллә. Айтпақшы, менің атынан Аль-Кадай компаниясына хабарласып, парақшасына жазылып, 15% жеңілдікпен кез келген дәрумен қолдана аласыздар. Омега 3 болсын, кистартин болсын, қара зере болсын. Аль-Кадай